Қазақтар жапондарда арғы теги болып шықты. Соңғы жылдары бірнеше зерттеуші жапон халқының бастауын Орталық Азиямен, атап айтқанда қазақтармен байланыстыратын гипотезаларды алға тартады. Осы негізде зерттеуші Әділбек Ишанбекұлы мынадай қорытындыға келеді. Жапондардың арғы ата-бабасы дәл қазақтар болды. Лингвистер түркі, алтай және жапон тілдері арасында грамматикалық ұқсастықтар бар екенін айтады. Бұл олардың ортақ шығуына жол ашуы мүмкін. Генетиктер де ұқсастықтарды анықтаған. Қазақтар мен жапондарда О, Си, Ку хаплогруппаларының ұқсас түрлері кездеседі. Яшикико Кацуяма мен Хидетоши Иноко зерттеуінде 5 азиялық популяция жапондар, солтүстік хань халқы, Күй, өзбектер, ұйғырлар және қазақтар бір кластер құрды делінген. Жапонияның ең ежелгі тұрғындары Айну деп саналады. Олар өзін Катон мен Айкаоми, аю рухымен байланыстырады. Бұл куман қыпшақтардағы Кутан мен Аюпа бейнесіне ұқсас. Жапон мифологиясында Кагаяки Аматерасу күн мен ай құдайы және Камаяки аспандық арғы әулет аталады. Тенг және Кокией мәңгілік ұғымдары қазақ тіліндегі көк мәңгі тәңір, кен жайық, киемекен сияқты атаулармен үндеседі. Ал Уикиай жан дүниелері әлемі ұғымы қазақтың ұйық жай ұғымына сәйкес келеді. Осындай ұқсастықтар ежелгі ортақ дүниетанымдық негіз болуы мүмкіндігін көрсетеді. Оногорошима бұл ызанақ құдайларымен жаратылған алғашқы арал. Ол Кастың ызық және ергене күн аңыздарымен, Кангар, қоңырат атауларымен сай келеді. Ямагучи сөзі кей аймақ немесе ұйық құт, жұмақ есігі деген мағынада қарастырылуы мүмкін. Ямато бұл Жапонияның ежелгі атауы. Ямато династиясы біздің заманға дейінгі 3-4 ғасырлар кезінде пайда болған мемлекет. Олардың құдайы Каму болса, үлкен тұлғалары Идай деп аталған. Бұл ұғымдар қазақтағы Кама, Камбар ата және Айдық атауларымен сәйкес келеді. Сондай-ақ қазақтардың ежелгі Ямақ немесе Кемек сияқты мемлекет аттарымен де байланыстар байқалады. Жұмақ, күн, күнсақ, шоқан ұғымдары жапон терминдері Кино, Куни, Шугун, сондай-ақ Кихан мен Кохани династиялары атауларында көрініс табады. Олар қазақтың Күнхан мен Каған атауларына сай келеді. Осылайша Нихон, Ниппон атаулары қыпшақтық Аюпа, Ай-Ана және Кунопа терминдерімен байланыстылығын көрсетеді.